Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Менің есімім Садықова Бағила Бижанқызы. География пәнінің оқытушысымын. Сіздермен бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жаһандық экологиялық проблемалар. Ал бүгінгі сабақтың мақсаты осы жаһандық экологиялық проблемалардың пайда болу механизмдерін түсіндіру болып табылады. Ғаламдық экологиялық проблемалар әлеуметтік табиғи мәселелердің жиынтығы, қоғамның әлеуметтік дамуы мен өркениеттің сақталуы соларға тікелей байланысты болып келеді. Балалар, ғаламдық экологиялық проблемалар ғарыш кеңістігін, жер шарын, атмосфераны және де дүниежүзілік мұхитты қамтиды. Жер бетінде туындайтын негізгі экологиялық мәселелер осы бағыттармен байланысты болып келеді. Ғаламдық экологиялық проблемалар келесі жалпы сипаттамаларға ие. Ғаламшарлық, жалпы дүниежүзілік сипатта барлық халықтар мен мемлекеттердің өмірлік мүдделеріне әсер етеді. Екінші, қоғамның дамуына қауіп төндіреді. Өркениеттің жойылуына немесе өмірлік жағдайының елеулі құлдырауына алып келеді. Үшіншіден, экологиялық мәселелерді шешу барлық мемлекеттер мен дүниежүзілік қоғамдастықтың ұжымдық іс-әрекетін қажет етеді. Ғаламдық экологиялық проблемалар табиғат пен қоғам арасындағы байланыстан туындайды. Ал енді сіздермен қандай жаһандық немесе ғаламдық синоним екеуі қандай проблемалар бар екендігін қарастырайық. Жаһандық экологиялық негізгі мәселелер дүниежүзілік мұхит суының ластануы. Яғни дүниежүзілік мұхит суының ластануы деп отырғанымыз мұнай қалдықтарынан, қоқыс қалдықтарынан және де әртүрлі шығарындылардан ластану болып табылады. Минералдық ресурстардың сарқылуы. Минералдық ресурстардың сарқылуы деп отырғанымыз табиғат байлықтарының қорының азаюы. Ауа бассейнінің ластануы. Ауа бассейнінің ластануы деп отырғанымыз атмосфераға шығарылатын әртүрлі уытты газдардың әсерінен ауа қабатының өзгеруі. Жер климатының өзгеруі. Жер климатының өзгеруі жылдық орташа температураның өзгеруі және де климаттағы ауытқу, жылулық деген сияқты мәселелер осы бөлімге кіреді. Келесі, озон қабатының бұзылуы. Озон қабатының бұзылуы әртүрлі адам әрекетінің нәтижесінде озон қабаты қатты бұзылып, оның жұқаруы негізгі бір апатты ғаламдық экологиялық мәселелердің бірі болып тұр. Келесі, биоалуантүрліліктің азаюы. Жердің, топырақтың ластануы, тұщы су қорының азаюы. Сіздер білесіздер балалар, жер шарында тұщы су қоры өте аз. Яғни ішуге жарамды судың көп бөлігі мұздықтарда шоғырланған. Ал материктегі тұщы су қоры өте аз, 1% ғана құрайды. Ал балалар, енді ғаламдық экологиялық проблемаларының пайда болуының негізгі бағыттарын қарастырайық. Дүние жүзінде жалпы жаһандық экологиялық мәселелердің қалыптасуын жер шарындағы жалпы халықтың көбеюінен және де ғылыми-техникалық прогрестің дамуымен түсіндіріледі. Ал енді осы екі факторды қарастырып көрейік. Ең алғаш демографиялық жарылысқа тоқталайық. Демографиялық жарылыс деп отырғанымыз жер шарындағы халықтың бірден санының күрт өсуі болып табылады. 20 ғасырдың басында жер шарында жалпы 1,5 миллиард халық болды. Ал 20 ғасырдың ортасында жер шарындағы халық саны 2,5 миллиардқа жетті. Ал 21 ғасырдың басында халық саны бірден 6 миллиард адамға жетті. Ал 2017 жылғы статистикалық мәліметтер бойынша жер шарының халқы 7,5 миллиардқа өсті. Дәл осы қарқынмен жалғасатын болса, 21 ғасырдың соңында жер шарындағы халықтың саны жалпы 10 миллиард адам болады деп болжам жасалынған. Яғни балалар, жер шарындағы халық саны көбейгеннен кейін оларға азық-түлік, энергиямен қамтамасыз ету, әртүрлі табиғат ресурстарын қолданудың да жаңағы негізгі күштері арта түседі. Және де табиғи ортаны қолдану барысында өзен арналары жойылады,
Жерлер игеріледі, жыртылады. Яғни антропогендік әсер нәтижесінде жер шары түгелдей өзгеріске түсіп, жер шарын ластанып, жаһандық экологиялық проблемалардың басталуының пайда болуының негізгі көзі осы жерде туындайды. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, байқап отырғандарыңыздай, жаһандық экологиялық проблемалардың ішінде ең негізгі климаттың өзгеруі, биоалуантүрліліктің жойылуы, халықтың денсаулығына тікелей әсер етіліп жатқандығын білдіңіздер. Және де ғаламдық экологиялық проблемалар қалай пайда болатындығы туралы, оның түрлері туралы нақты түсінік алдыңыздар. Ал бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болса, үй жұмысына тоқталайық. Үй жұмысы жаһандық экологиялық мәселелердің қалыптасу механизмдерін логикалық түрде реттеңіздер. Қышқылды жауын-шашын түсуі, минералдық ресурстардың сарқылуы, озон қабатының жұқаруы, топырақ өнімділігінің төмендеуі немесе олардың толық бұзылуы, қалдықтардың көбеюі, гидросфераның ластануы, тағы басқа осыларға тоқталыңыздар. Үй тапсырмасы түсінікті болса, балалар, сіздермен келесі сабаққа дейін қоштасамыз. Сау болыңыздар.